Қазір Каспий теңізіндегі бағалы балық тұқымының уылдырық шашатын уақыты. Осы маусымда теңіз байлығын ерекше қорғауға алу мақсатында өткізілетін бекіре операциясы биыл өзгеше сипатта қарқын алды. Күні бүгінге дейін әрқайсысы өз бетінше әрекет ететін барлық құзырлы органдар жылдағы үрдісті доғарды. Олар бірлесе әрекет етуге көшті. Тізгін қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің балық шаруашылығы комитетіне берілді. Қажетті техника мен адам санын жарақтап алған балық қорғаушылар Каспий теңізінің қазақстандық бөлігін толық бақылауға алдық дейді. Мамандар 1 сәуірде ғана басталған операцияның алғашқы нәтижесінде жариялап үлгерді. Бір аптаның ішінде 100-ге тарта құқық бұзушылық анықталып, 3 қылмыстық іс қозғалды. Ерекше бақылау мамыр айының соңына дейін жалғасады. Балық қолының азайғаны рас. Бұрынғы балық қорғау мемлекеттік органдарының жұмысы жайында ол кезде басқалай шаралар қолданды. Бүгінгі күні қазір қабылданып отырған осы бірігіп жұмыс істеу өзінің нәтижесін береді.